Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге мақ қосылған песочный печенье жасап ұсынып отырмын. Өте дәмді, ең оңай рецепт. Жасап көріңіздер. Егер де менің рецепттерім ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Печенье керек заттар менде: май, сары май, разрезатель, мақ керек, 3 жұмыртқа керек, шекер керек. Бірінші майыма жұмыртқаны салып алдым. 100 грамм шекер салам. Мақ 2 столовый ложка алдын ала жуылып алынған. Бәрін жақсылап араластырып, бір қалыпты масса болғанша қозғаймын. Менде сары май 200 грамм. Маргарин болса да болады. 200 грамм ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Оның алдын ала електен өткізіліп алған. Қамырдың жұмсақтығы осындай болу керек. Үзгенде үзіліп тұру керек. Елеп болғаннан кейін 15 минутқа холодильникке салып қоямыз. Сосын қамырымызды алып, жұмыс жасай беруге болады. Оқтаудың көмегімен жаямыз, қалыңдығы 2 сантиметрдей қылып. Сосын печеньеміздің формаларын ойып алатын боламыз. Сөйтіп пергамент қағазды төсеп, печеньелерді орналастырамыз. Бәрін осылай пергамент қағазына қойып алғаннан кейін 180 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Печеньелеріміз пісті. Мақ қосылған печеньелер иісі деген керемет. Достар, жасап көріңіздер, өте оңай рецепт. Қонақ келгенде жасаса да болады, күнделікті балдар жегенге де жасаса да болады. Үзіліп үгітіліп тұрған мақ араласқан песочный печенье. Тәрелкеме салып, мен бүгін 2 түрлі формасында пісірдім. Екеуі де әдемі көрінеді. Әсіресе мына түрі әдемі көрінеді екен.